Ассаламуалейкум, қадірлі көрермен. Бүгін шынның жүзінде белгілі саясаткер Ақжол партиясының тең төрағасы Алтынбек Сәрсенбайұлы. Алтеке, қош келдіңіз. Алтеке, мынау тәуелсіз Қазақстанның тарихында ең ұзақ министр болған адам сіз екенсіз. Үкіметтер ауысып жатты, премьер-министрлер бірінен соң бірі келіп кетіп жатты, бірақ сіз ауыспадыңыз. Осының сыры неде? Енді оның сырын негізінен мемлекет басшысынан сұраған жөн болар еді. Себебі министрді тағайындайтында, оны орнынан босататында мемлекет басшысы біздің конституциямыз бойынша. Ал енді өз ойымызды айтып көрсек, меніңше мен сол 93 жылдың қаңтар айында министр болып тағайындалдым. Бұл кезең елімізде реформаларға кірісуге дайындықтың басталып жатқан кез еді. Біз сол дайындық кезеңін бір жылдан астам уақыт өткіздік. 94 жылдан бастап реформалар басталды еді. Және сол реформалардың аяғына дейін өтіп болғанша қоғамдық пікір қалыптастыратын, қоғамдық саяси партиялармен жұмыс істейтін министрліктің басшысын ауыстыру қажет емес деп шешкен болуы мүмкін. 2001 жылдың май айына дейін мен осы қызметті атқардым. Егер уақытысымен алып қарсаңыз, 93 пен 2001-дің арасы ең ауыр әлеуметтік экономикалық реформалардың жүрген кезең. Бәлкім менің ұзақ істеуім осыған байланысты болар. Жоқ, және өзіңізден бір адами, бір ерекше бір қасиеттер керек болған шығар бұл мәселеге. Бір сондай тұрақты, сондай жемісті еңбек ету үшін. Енді ол жайынан менің өзім баға беріп жатуым қиын. Сондықтан да бұл сұрақ енді мен сіздердің араларыңызда жұмыс істедім ғой. Журналистердің арасында, қоғамдық саяси жетекшілердің арасында, мәдени ортаның арасында, біздің интеллигенциямыздың арасында. Сондықтан да бағаны жаңағы өзіндік ерекшеліктер болса, соны сол кісілердің айтқаны, сол кісілердің пайымдағаны меніңше дұрыс болады деп ойлаймын. Алтеке, мынау сол сіз министр болып тұрған кезде жұрт аузында айтылған бір әңгіме, ол сіз қалай осы ақпарат мәдениет саласын басқардыңыз, солай қазақ тілді басылымдардың бас редакторлары сіздің курстастарыңыздан тағайындала бастады деген әңгіме. Осы кездейсоқтық па? Енді бұл пікір жаңсақ пікір. Себебі менімен алғашында Казгуде 150-ден астам адам оқыды. Соның ішінен 3 адам редактор болса, ол бәрі менің курстасым деп айту ыңғайсыз. Сонда қалған 147 адам, егер жаңағы логикамен алып қарасақ, 147 адамның мен көңілін қалтырған болып шығам. Ал егер Москвада бірге оқыған 250 адамды қоссақ, және олардың кейбіреуінің Қазақстанда жұмыс істейтінін ескерсек, онда әрине жаңа сіз айтқандай емес жағдай. Енді Нұртөре Жүсіп, менімен бірге оқыған, мен жасыратын ешқандай жағдайы жоқ, жақын досым. Жас Алаш газеті тұралап жатқан кезде өзім барып өтініш жасадым. Ол кезде Егемен Қазақстанда редактордың орынбасары болады. Нұртөре, сен екеуміз осы газеттің обал деген болады, құлап жатыр, осыны алып елімізге, рухани өмірімізге қажет басылым, осыны жасайық, мен саған толық жәрдем беремін деп. Нұртөре сол газетті жасады. Бұны сұраған мынау сіздің қатарластарыңыз бір сондай бір ерекше бір қабілетті бір шоғыр болды ма дегенім ғой? Әрине болды. Осы жағынан. Мына Жүсіпбек Қорғасбековті алыңыз, бүгінгі Жас Алаш жарқыратып отырған. Ол да қазақ әдебиетінде қалыпқа келтірді. Сіздің курстасыңыз ол кісі? Менің курстасым, менің жолдасым. Шәмші Пәттеев бүгінгі мына Түркістан сияқты басылымды ұстап отырған. Негізінен әңгіме осы 3 жігіт туралы болып жүр. Енді негізгі газеттер болған соң, қазақ тілді газеттердің ішінде ең бір сондай өтімді газеттер болғандықтан айтылатын шығар енді бұл пікір. Енді меніңше, егер де ол жігіттер газеттің тізгініне ие болып, кейін сол газеттің құлатып алса, және сол газетті сүйкімсіз газет жасаса елдің арасында, ол газеттерде бір жағымсыз мақалалар шығып, сұранымын азайтып алса, онда жаңағындай сұрақты маған айтуға болады. Алтеке, сіз енді министр болып тұрған кезде курстастарыңызды редактор қойып, олар мына газеттердің бәрін қиратып тастады ғой деп айтуға болады. Керісінше, олар жұмыс істеген газеттің барлығы да дүрілдеп, мына жаңа заманға лайықталып, өз форматын тауып, өз оқырманын тауып, жаңаша реформаға түскен газеттер болып шықты. Сондықтан мен ол курстастарыма алғыстан басқа айтарым жоқ.
Сіз өзіңіз де бас редактор болған адамсыз. Өзіңіз де журналистермен, қарапайым журналистермен бірге жұмыс істеп, сол газет шығарып, бұқаралық ақпарат құралын бір сондай жасауға атсалысқан адамдардың бірісіз. Осы жағынан алған кезде қазіргі мына қарапайым журналистің орны деген мәселе. Әсіресе мына қазақ тілді басылымдардағы журналистердің. Мысалы, қазір бір тапсырыстық мақалалар көбейе бастаған тәрізді. Журналисті бұлай жеке тұлға ретінде қалыптастырудан гөрі бір тапсырыстық мақалаларға көбірек салу байқалатын тәрізді. Бұған қалай қарайсыз? Мысалы, сіз өз басыңыз, мен ойлаймын, Шерхан Мұртазаның, немесе Сейдахмет Бердіқұловтардың мектебін, сол кісілердің бір адам тәрбиелеудегі бір дәстүрін бағалайды деп ойлаймын, мысалы, өз басыңыз. Дұрыс айтасыз. Біздің бас редакторлардың осы жағынан алған кездегі қызметіне көңіліңіз тола ма? Сіз өте маңызды сұрақ қойып отырсыз. Себебі қазақ журналистикасының біздің мына қазіргі кезеңге дейінгі мектебінде сіз айтқандай жалданбалы мақалалар жарияланбаушы еді. Шерағаң болсын, сіз айтып отырған Сейдахмет ағамыз болсын, Оралхан ағамыз болсын, бұл кісілерге жалдама мақала айтқызу және оны жаздырту мүмкін емес болатын. Олар өте үлкен тұлға болатын. Тіпті сол кезде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшылары санасатын рухани тұлғалар болатын. Басқа редакторларда көпшілігі сондай болды. Ал енді мен білем, Ақселеу Сейінбеков ағамызға Білім және еңбек газетінің журналын істеп жүрген кезінде комсомолдың жігіттері комсомолдық насихаттарын өткізе алмай жататын. Себебі ол кісінің танымына, болмысына жат болғандықтан ол кісі өткізбейтін. Өзінің атына сөз келетін түсінеді. Ал қазір көптеген редакторлар өкінішке орай сіз айтып отырғандай жалданбалы мақалаларға жиі жол береді. Енді ол нарықтың да әсері болу керек, себебі газеттер күн көру керек. Қазақ басылымдарының да табысы аз. Өкінішке орай, меніңше осындай әлеуметтік себебі бар деп ойлаймын. Ал енді бірте-бірте қазақ басылымдарының толығуы да, жақсаруы да, қазақ оқырмандарының, қазақ тұрғындарының әлеуметтік жағдайының жақсаруымен тікелей байланысты. Ол кісілер басылымның толық өзіндік бағасына жазыла алатын жағдайға жеткенде, газетті өз бағасымен сататын күнге жеткізген кезде, сізбен біз айтып отырған жаңа тақырып меніңше болмайды деп ойлаймын. Ал бұл ауру негізінен Ресейден келді. Есіңізде болса, Ельциннің тұсында Ресейдің үлкен федералдық газеттердің барлығы да олигархтардың қолдарын өтті да. Бұл газеттер олигархтардың бір-бірімен экономикалық табыстар үшін күрестің құралына айналып кетті. Сол ауру біртіндеп бізге де келген сыңайы бар. Ол бізде қазақ басылымдарынан гөрі Қазақстанда шығатын орыс басылымдарында тән құбылыс. Ал жаңа сіз өзіңіз тағайындаған бас редакторлар бұл жағынан қаншалықты бір азат? Мен оларды бұндай нәрсеге барды, немесе барады деп айта алмаймын. Ал енді мынадай мәселе, қазір Қазақстанда ресейлік басылымдар, олардың қосымшалары саңырауқұлақтай, жауыннан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап көбейді. Олар сол сіз министр болып тұрған кезде алғаш шыға бастап еді, қазір олардың жалпы біздің ақпараттық айдынымызда алатын орны да бір сондай үлкейіп бара жатқан тәрізді. Осы жерде біздің шенеуніктер де осы шетелдік басылымдардың қазақстандық қосымшаларына ерекше ілтипат танытатын тәрізді. Отандық бұқаралық ақпарат құралдарынан гөрі. Бұл енді бұның тарихынан сәл назар аударып көрейік. Егер есіңізде болса, Совет одағына құлар тұста «Известия», «Комсомольская правда» деген газеттер Қазақстанда 300 мың, 400 мың тиражбен тарайтын. Кейін біз тәуелсіздік алғаннан кейін біртіндеп оқырмандардың ойы елімізде болып жатқан жаңалықтарға ауыса бастады. Бұл газеттердің тиражы 14-16 мыңға дейін түсті. «Комсомольская правда» 16 мың, «Известия» газеті 14 мыңға дейін түсті. Сондықтан да олар енді Қазақстанда болып жатқан жағдайлар жазбаса, бұл газеттер ешкімге керек болмайтындығын түсініп, ішіне жаңа қосымша енгізе бастады.
Сол кезде біздің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі заңымызға менің ұсынысыммен жаңа бап енгізілді. Егер де Қазақстанда шетелдіктер газет ашатын болса, олар тек 20% пайызына ғана ие бола алады деген. Қалған 80%-ін қазақстандықтардың қолына беру керек. Акция пакетінің, иә, акциясын. Сондықтан да бүгінгі мына Московский комсомольский правданың ішіндегі қосымшалардың 80% қожайындары қазақстандықтар. 20% ғана Ресейдің газеті. Ал егер олар бұған көнбей басқалай жасап жүрсе, демек заң бұзып жүр. Оны ақпарат министрлігі, бас прокуратура қарап ретке келтіріп отыру керек. Алтеке, енді олар мына жаңа шекарадан өтетін баспа өнімдері, басылымдар ше. Оларды тура осы қазақстандық басылымдар қандай жеңілдік алса, жаңа ресейлік басылымдар да дәл сондай жеңілдікке ие болып отыр. Енді бұған бір кезде мысалы сіз министр болып тұрған кезде жол берілді емес пе? Жоқ, ода бәленде қауіп жоқ. Егер мәселен біздің тәуелсіздігімізге, егемендігімізге, тілімізге нұқсан келтіретін идеялармен шұғылданбайтын газет болса, келе берсін. Біз оқи берейік. Ол оқығаннан зиян көрмейміз. Ертең ағылшын тілінде газеттер келеді. Олардан да бас тартпауымыз керек. Біздің оқырманымыз, қазақ оқырманы толыға түседі рухани жағынан, танымдық жағынан. Біз осылар біздің информациялық нарығымызға кіргеннен кейін, біз бұлармен тең дәрежеде жұмыс істеу үшін өзіміздің журналистиканы күшейтуіміз керек. Нарықта бәсекелестік күшейген сайын біздің журналистика да шыңдалады. Есіңізде болса, осыдан 4-5 жыл бұрын қазақ журналистикасына көптеген шенеуніктер немесе қоғамдық саяси күштер онша жүгінбейтін еді. Бүгін жағдай өзгеріп отыр. Қазақ тілінде хабарларға сұранады, қазақ тілінде газеттерге сұранады. Себебі біріншіден бұл қазақ тіліндегі басылымдардың ықпалы күшейіп келе жатыр. Екіншіден қазақ тілді оқырмандар саны көбейіп келе жатыр. Біз осы кездегі ұсыныс пен сұранымның арасын дұрыс реттесек, демек әлемдік дәрежедегі қазақ журналистикасын қалыптастырсақ, қазақ оқырманы кез келген мәселені өз газетінен оқып түсіне алатын жағдайға жетсе, Никарагуада болып жатқан жағдайда, Родезияда болып жатқан жағдайда, Боснияда болып жатқан жағдайда, немесе әлемдік қор биржасында болып жатқан оқиғаларда өзіміздің газеттерден оқи алатын болса, онда жаңа сіз айтып отырған газеттерде Қазақстанда сұраным болмай қалуы да мүмкін. Біз қазақ журналистикасын осыған жетелеуіміз керек. Алтеке, мынау енді сіздің осы газеттерге беріп жүрген сұхбаттарыңызды, мынау саяси мәлімдемелеріңізді тыңдап, қарап, байқап жүрміз. Мынау сұхбаттарыңыз сондай жүйелі, әбден қаралған, сондай бір арнайы саяси мәлімдеме тәрізді шығып жатады. Сұрайын деп тұрғаным енді бұның неге олай сондай бір жүйелі, бір сөйлемдері бір отырып жазғандай болғандығы емес. Әңгіме сұрайын деп тұрған сол сұхбаттарда, сол жаңағы әңгімеңізде, әсіресе мынау соңғы Жас Алаш газетіне берген сұхбатыңызда, сіз көптеген елбасынан өткен көптеген келелі істердің басында жүргеніңізді айтасыз, арасында жүргеніңізді айтасыз. Мысалы, шешендермен қақтығыс кезінде, казактармен кикілжің кезінде, немесе оларға қарсы шыққан қазақ бауырларды басу айтып, оларды қайтарған мәселеде, осылардың барлығын өзіңіз айтасыз. Басқа жұрт айтпайды. Себебі ол кезеңде бұл оқиғалардың барлығы сол күйінде жабық қалған еді. Себебі сіз айтып отырған жаңа шешендермен оқиға, казактармен оқиға, мен Жас Алашта айтпаған әлі талай оқиға бар. Құдай қаласа оның бәрін кейін кітап қылып жазып шығарар. Бұның барлығын сол кезде мәселені шешу керек болды да, мүмкіндігінше көпшіліктің талқылауына салмау керек еді. Себебі ұлтаралық қарым-қатынас өте нәзік дүние. Сондықтан да мен мемлекеттік қызметкер ретінде сол мәселелердің шешілуіне көбірек мән бердім де, одан өзіме жариялық жасау, өзіме белгілі бір ұпай жинауды қажет емес деп есептедім. Ал қазір қажет деп есептеуіңіздің себебі неде? Қазірде бәленде қажеті жоқ. Егер қажет деп есептейтін болсақ, онда мен
көптөгөн мемлекеттик кызметте жүргөн кезде жазган кужаттарымды жарыялап біраз упай жинауға болот. Журналисттер сурак койгондон кийин туура сурактарына әрине нактылуу жооптор берип тырышып жүрмүн. Ал өз эркиммен сиз ойлоп отургандай немесе сиз сурап отургандай жагдайлар жарыя эткен эмес. Ал жарыя этетін дүниелер жеткиликти. Алтеке, мынау жақсылыққа жақсылық, әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық, ер адамның ісі дейді ғой қазақ. Өзіңізге бір қиянат қылған адамға жақсылықпен жауап қайтарып көрдіңіз бе өміріңізде? Көп рет. Себебі әкем де, шешем де таспен ұрғанда аспен ұр деп тәрбиеледі. Ал сіз мынау осы соңғы ашық саясатқа келгеннен бері сіз өзіңізді аяғыңыздан шалған адамдарды сондай қатты мысқылмен түйреп жүрсіз? Жоқ, ол мені аяғымнан шалғандықтан емес. Бүгінгі күні олардың қоғам үшін теріс қызмет атқарып жүргендігінен. Ал егер олар саясаттан кетіп қалған адамдар болса, мен оларды атамауым да мүмкін еді. Ондай адамдар көп. Кезінде жұмыс барысында әртүрлі жүрістер жасап, мемлекет басшысы немесе мені орға жықпақ болған адамдар болған, бірақ олардың көбі қазір саясатта жоқ, сондықтан оларды атап жату қажет емес деп есептеймін. Ал егер мен атап жүрген адамдар дәл бүгінгі күндері осы кезеңде мемлекетімізде халқымызға өте зиянды қызметтер атқарып отыр. Сондықтан да олардың бетпердесін ашып тастау қажет деп ойлаймын. Сіз кекшілсіз бе жалпы? Жоқ. Ал мынау өз басыңызда былай өміріңізде өткен ең бір қиын кезеңді айта аласыз ба? Және ол кезеңде өзіңізді қалай ұстадыңыз? Және сізді құтқарған нәрсе не? Ақылыңыз ба, айла ма? Енді мен бәлендей өмірімде үлкен қиын оқиғалардан өттім деп есептемеймін. Қатты қиналған кезім болған, ол декабрь, желтоқсан оқиғасынан кейін. Ол тікелей өз жеке басыма қатысты емес, сол кездегі атмосферадан қатты қиналып жүрдім. Себебі барлық мемлекеттің іс-қимылы қазақты жасытуға, қазақтың тізесін бүгіп, белін сындыруға бағытталып жатты. Ол кезде мен университет бітіріп келгенім 2 жыл болған, жалындап тұрған кезіміз, соның бәрін жүрекпен қабылдадық. Өте сол 2 жыл, 2,5 жыл мен үшін, жеке басым үшін өте ауыр жылдар болды. Тіпті қарсыласуға кезде дәрмен жоқ, мүмкіншілік жоқ. Дегенмен де сол декабрь оқиғасына, желтоқсан оқиғасына қатысты мақалалар жазып, аз да болса жұмыс істеген едім. Жеке басым осы уақытқа дейінгі ең қиын кезеңге сол желтоқсаннан кейінгі болған оқиғалар болды. Ал сондай бір қиындықтардан бір құтқаратын өзіңіздің бір мінезіңіз, бір қандай да бір сүйенетін бір қабілетіңіз бар ма өзіңіздің? Ақылына салады, біреу жүрегіне салады, біреу тағы әртүрлі бір... Кез келген мәселені ақылмен шешкен жөн деп ойлаймын. Қызмет жолыңызда өсіп, үлкен лауазымдарға ие болуыңызды жұрт әртүрлі адамдардың атымен байланыстырып жатады. Өзіңізде жаңағы сұхбаттарыңызда пәленше көмектесіп еді, түгіленшенің жақсы шарапатын көрдім дегендерді айтып жүрсіз. Сол жаңа тізімнің ішінде Мырзатай Жолдасбековтің аты аталады, Серік Әбдірахмановтың да аты аталады. Бірақ сол Серік Әбдірахмановпен байланысты бір әңгімеде сол Секеңнің қызы сіздің оның үйіне барып тұратындығын, араласып құраласып тұрғандығын айтқан кезде сіз танымаймын, білмеймін деп жауап беріпсіз. Мұны қалай түсінуге болады? Енді Әбдірахмановқа осы жерде жарнама жасап жату қажет па? Ал енді оның өтірігіне келсек, жоқ, жарнама емес. Жалпы сіздің Серік Әбдірахмановпен қарым-қатынасыңыз қандай болды? Ешқандай қарым-қатынас жоқ. Болған емес. Ол комсомолды істеп жүрген кезінде мен оны көрген емеспін. Себебі мен өз мамандығыммен жүрдім, ол комсомолда болды. Кейін
АДК-да істеп жүрген кезінде де хабарымыз болған жоқ. Бір рет мен Горизонтта редактор болып жүрген кезде келген, Сафонов деген адамға көмектесейік, менің директорым еді, осыны халық депутаты СССР-дың өткізейік деп. Көмектестік. Кейін өзі жоғарғы кеңеске депутаттық ұсынылды. Бүткіл Горизонт болып көмектестеді, барып көмектестік. Горизонттың адамдары қарсы шыққан. Люба Краснова деген журналист бізде редакцияның алқасында ашық айтып еді. Біз демократиялық бағыттағы газетпіз, Алтынбек Сәрсенбайұлы. Сондықтан да кеше комсомолдың шенеуніктеріне біз қалай жәрдем береміз дегенде, енді сол шенеунік болса да, сол жүйеге қарсы күресіп жүрген адам ғой. Көмектесейік деп барып көмектескенбіз. Енді Абдрахмановтың маған қатысты нәрсесін енді мен талқылап айтып жатпай ақ қояйын, жасы үлкен адам менен. Жалпы бірақ себеп бар сияқты. Ол себеп ол өзінен озғанды көре алмайтын адам. Оның бар проблемасы да, бар комплексі де сода. Ал енді үйіне келсек, енді мен ол кісінің үйінің қай жерде екенін білмеймін, біріншіден. Екіншіден, ол кісінің үйіне барып тұратындай менің жағдайым қиын болған жоқ Алматыда. Менің әке-шешем осында тұрды. Оқып жүрген кезде де, мен қызмет істеп жүрген кезде де. Үйіне барып, рухани азық алып тұратын Сағат марқұм еді, Әшімбаев. Менің нағашы ағам. Ол кісінің үйіне барып тұрдым. Ал басқа адамның үйіне барып, біреуге не болайын деп, біреудің есігін жағалаған кезім болған жоқ. Алтеке, сіз сыр сақтай аласыз ба? Сақтай аламын. Мемлекеттік аппараттың, биліктегі адамдардың көптеген сырларын білесіз ғой сіз негізі, Білем. Сол сырларды былай жариялаймын деп сес көрсетіп қорқытатын сияқтысыз сіз? Жоқ, ондай жоқ. Оның жарияланатын күні бола ма сол сырлардың? Сіз білетін сырлардың? Жоқ, ол егер ол өткен кезде болған оқиға болып, және бүгінгіге болашағымызға қатысы жоқ болса, оның керегі жоқ. Ал егер сол кездегі жасалған іс-әрекеттер бүгінгі күні ертеңгіде жалғасын тауып жатса, онда бәлкім кейбір мәселелерді ашып айту керек. Ал егер сол кездегі болып қалса, онда оны уақытысында айтпаған шындықтың қадірі жоқ. Сондықтан да өткенді қазбалап, біреудің бір нәрсесін тірнектеп жату, меніңше ол саналы азаматтың атқаратын қызмет емес. Айтатын шындығыңды болса, кезінде айт, бетін айт, жария ет. Айтпадың ба, үндемей ақ қой. Ал сіз осы мәселеде кешігіп қалған жоқсыз ба? Сіз кешігіп барып жарылған жоқсыз ба? Мысалы, сіз ашық саясатқа кетуіңізді сұрап отырмын. Менің ашық саясатқа кетуіме сіз айтып отырғандай белгілі бір азаматтардың ұсақ түйек ісінен емес ол. Бұл саналы түрде қабылданған саяси шешім. Ал енді Алтеке, сіз мәдениет министрі болып тұрған кезде спектакльдердің премьераларына, үлкен концерттерге өте сирек баратынсыз. Тіпті барған жоқсыз деп айтуға да болады. Сіз қателесесіз, біріншіден. Себебі, бәлкім мен басқа министрлер сияқты бүткіл шабармандарын, нөкерлерін ертіп бірінші қатарда отырмайтын. Мен өзім театрды жалпы жақсы көретін адам. Мүмкіндігінше театрға билетті өзім сатып алып кіретін. Және тіпті Болат Атабаевтың бір спектаклінде ол менің залда отырғанымды көріп, театрдың бас режиссер Тұңғышбай ағамыз үйінде жатқан жерінен біреулер звондапты, министр отыр деп. Содан ол кісі екінші бөлімде шауып келіп, содан кейін айтады, сіз неге айтпадыңыз, келем деп. Мен айтам, мен сізді мазалауға емес, мен мына спектакльді жай азамат ретінде көруге келдім. Мен мына залда министр ретінде сезінгім келмейді өзім. Егер мен рухани ләззат алғым келсе, мен өз аяғыммен келіп, өз аяғыммен кете алатын адаммын деп жауап берген. Сондықтан да театрға бір рет келіп кетуге болады, елдің бәрін дүрліктіріп, 30 күн айтып жүретіндей. Немесе 10 рет келуге болады, бұдан ешқандай қоғамдық саяси жаңалық жасамай. Дінге көзқарасыңыз қандай? Дұрыс. Өз басыңыздың былай діншілдігіңіз қандай? Мен енді 5 уақыт намаз оқитын адам емеспін, бірақ Құранды бастан аяқ түгел оқып шықтым.
Библияны оқып шықтым. Және Құранның ішіндегі негізгі постулаттарымен, негізгі принциптермен іштей келсем, және мүмкіндігінше ішімнен, қазақша айтқанда, ішімнен дұға оқып жүретін адам. Но біздің қазақ топырағында сондай ірге жайған яссауи тану мәселесі туралы президентіміз де айтып өтіп еді бір әңгімесінде, кітабында. Сізде осы жақында Жасалашқа берген сұхбатыңызда яссауи бабамыз туралы бір жақсы пікірлер айтыпсыз. Жалпы сіз осы жаңа мәдениет министрі болып отырған кезде осы яссауи тану мәселесіне жеткілікті түрде көңіл бөлінді деп ойлайсыз ба? Мен мәдениет министрі болып жүрген кезде біздің ақпарат министрлігіне қосып берді ғой. Ол кезде атқарылған екі шаруа болды. Біріншісі 2000 жылда, 1999 жылда толығымен мәдениетті қолдау жылды етіп жариялайық дедік. Екіншісі ол Түркістанның 15 жылдығы. Сол кезеңде біз мүмкіндігінше Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың бітпей жатқан 7 жылдан бергі реставрациясын бітірдік. Бұл да рухани өміріміздегі үлкен жаңалық. Ал енді Яссауи бабамыздың немесе софизмді насихаттауға, немесе оны зерттеуге келсек, ол бір күнде, бір жылда жасалатын шаруа емес, ол мәңгілік шаруа, және ол ғылыми шаруа. Сол рухани мұрасын насихаттау мәселесі сұрап. Насихаттау сол жылдары, сол жылы жақсы жолға қойылды. Бірнеше фотоальбомдар шығардық, қарапайым халыққа түсінікті тілде. Яссауи бабамыздың шығармашылық дүниелерін жарыққа шығардық. Біраз жұмыстар атқарылды, оның барлығы бар қазір. Және ол меніңше әлде жалғасып жатыр. Сіздің өзіңіз мамандығыңыз журналист, әу бастағы мамандығыңыз журналист қой енді. Әдеби көркем кітаптарды көп оқыған адамсыз ғой. Мынау бір әдеби кейіпкерге еліктеген кездеріңіз болды ма жас кезіңізде? Енді жас кезімізде менің атам қожадан басталатын біздің кезімізде еліктеуіміз. Оның кейінде спортпен шұғылдандық. Достоевскийдің, Толстойдың мәселен делік, немесе Әуезовтің бір сондай кейіпкеріне ұқсағыңыз Құнанбайға, Абайға деген сияқты. Ондай ойлау дәрежесіне дейін жете қойған жоқпыз. Адам алдымен өмірден өзін іздеу керек. Сіз осы өте сирек күлесіз. Ол енді сізбен біз жақын араласқанымыз жоқ қой, сондықтан да бәлкім мемлекеттік қызметте енді біз қызмет атқарған ауыр жылдары ыржалақтап күліп жүрсек жұрт түсінбейтін еді. Ал жалпы анекдот немесе әзіл қалжың бір адамдай жақсы көрем. Және мен 18 жасымда Қазақ әдебиеті газетінде сатиралық әңгімем жарияланған. Соны сұрағым келіп отыр. Сіз егер мысалы мемлекеттік істермен айналыспағанда сізден қандай сатирик шыққан болар еді? Кім біледі? Әлі де шығуы мүмкін. Әлі де жазасыз ба? Әрине. Мысалы Алтеке бір аяғысынан жер астынан жік шықты, екі құлақ тік шықты деп бір сондай талантты бір сараптамашы шығып, қазір сіздің бүкіл адами саяси портретіңізді жасауға кіріссе. Мысалы сіз бір өз ішіңізге қарайсыз ғой, үңілесіз. Сол кезде бір ыңғайсызданып, осы біліп қоймас екен дейтін, бір тіпті өзіңізден жасырғыңыз келетін сондай оқиғалар бар ма өміріңізде? Адамның менің білуімше ұяты өз оңаша қалған кезде, өзімен өз бетпе-бет келген кезде ұятына ұялатын кезі болады. Кейбір істеріне, қимылдарына. О адамды басқа біреу ұялтқанда одан ұялмайды адам. Тек өзімен өз қалғанда, сол іс оқиғаны ой сарабынан өткізгенде, сонда ғана қатты ұялатын болады. Ондай кезеңдер болған. Және ол енді өмір болғаннан кейін ондай болады деп ойлаймын. Ал егер сондай сәтте оңаша қалып өзіңнен өзің ұялмайтын дәрежеге жетсең, онда сен демек басқа адам болып қалыптасың деген сөз. Мынау Аяз би ертегісінің қалай аяқталатыны есіңізде ме? Жаман тымағын іліп қояды да, келіп Аяз әліңді білді, құмырсқа жолыңды білді. Осындай сезімдер бола ма сізде кейде? Болады.
Рахмет, Алтек. Сұхбатыңызға, біздің студиямызға келіп, осы ашылып әңгіме айтқаныңызға көптен көп рахмет. Рахмет. Осы саяси жолыңызға, қайраткерлік істеріңізге табыс тілейміз. Бала шағыңыздың қызығын көріңіз. Рахмет. Қадірлі көрермен, бүгін шынның жүзінде белгілі саясаткер, Ақжол партиясының тең төрағасы Алтынбек Сәрсенбайұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Бұл сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Айқын газетінен оқуларыңызға болады. Келесі кездескенше. Рахмет. Өтірік айтқан жоқсыз ба? Жоқ.